Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта мен USB флешканы вирустардан қалай тазарту керектігін көрсетемін. Қазіргі кезде вирустардың түрі өте көп. Мысалы, USB флешканы таныстарыңызға немесе достарыңызға беретін болсаңыздар, басқа ноутбуктарға, компьютерге салған кезде, егер ол компьютерде вирус болатын болса, біздің флешканың ішіндегі файлдардың бәрі ярлыкке айналып кетеді, немесе ішінен жоғалып кетуі мүмкін. Осы жағдай вирустың ең көп тараған түрі. Флешканы тазалау үшін бізге ешқандай посторонний программа керек емес, тек қана Windows-тың өзі жеткілікті. Мен қазір барлық әрекетті Windows 10 операциялық жүйесінде көрсетемін. Тағы басқа қызықты сабақтарды үйренгіңіз келсе, онда каналға жазылыңыз. Windows 10 операциялық жүйесінде төменгі панельде орналасқан сары папканы басамыз. Енді мына жерден этот компьютерді басамыз. Енді ашылған терезеде менде мына жерде новый том деп флешка тұр, памяти 8 гигабайт. Осының ішінде менің папкаларым, документтерім барлығы орналасқан. Қазір бұл флешка таза, бұның ішінде ешқандай вирус жоқ, барлығы жақсы жұмыс істеп тұр. Енді қазір мен мысал ретінде бұл флешканы басқа вирус бар компьютерге саламын. Ол салғаннан кейін міндетті түрде ол флешкаға вирус кіреді. Одан кейін барып, ол вирусты қалай тазартатынын барлығын қайтадан осы жерде көрсететін боламын. Так, сонымен флешка басқа компьютерге салынды. Енді әкеп қайтадан өзімнің ноутбугыма салсам, ішіндегі файлдардың бәрі жоғалып кетті. И барлығы ярлыкке айналып кетті. Ешқандай ішіндегі файлдар ашылмайды. Так, енді проводникті ашамыз. Этот компьютер. Осы жерден флешкамызды қайтадан ашамыз. Енді флешкадегі барлық файлдар мынандай ярлыкке айналып кеткен. Ярлык дегеніміз оның астыңғы бұрышында стрелкасы бар. Енді бұл файлдар бізде ашылмайды. Оны үстінен басып ашудың да қажеті жоқ. Енді бізге осының ішінен өзіміздің документтерімізді сақтап алып, мынау дискті полностью форматировать ету керек. Тағы да қайталап айтам, біз қазір Windows 10 операциялық жүйесінде жұмыс жасап жатырмыз. Жоғарыда орналасқан вид вкладкасын басамыз. Скрытые элементы деген пунктке птичка қоямыз. Windows 7 операциялық жүйесінде пускты басамыз. Панель управления. Мына жерден оформление и персонализация деген таңдаймыз. Төменде параметры папок. Жоғарыдан вид разделін таңдаймыз. Енді осы списоктен төменге түсеміз. Ең астында показать скрытые файлы деген бар. Соны басамыз. Применить. Окей. Енді бізде скрытый элементтер ашылды, яғни біздің файлдарымыздың бәрін вирус бізден жасап тастаған. Енді осы файлдарды бізге бөлек рабочий столға папка ашып өткізіп алуымыз керек. Курсорды рабочий столға апарып, мышканың оң жағын басамыз. Мына жерден создать басамыз, папку. Папка новая папка болып тұра берсін. Енді осының ішіне өзіміздің керекті документтерімізді өткізіп аламыз. Мынау бірінші тұрған папка маған керек емес. HP downloads дегеннен бастап, осы серый болып тұрған файлдардың барлығын мен новый папкаға өткіземін. Енді жаңағы новый папканы ашамыз. Енді мына жерден барлық файлдарды выделить етіп аламыз да, мышканың оң жағын басамыз. Сөйтіп свойствоға кіреміз. Төменде скрытый пунктінен птичканы алып тастаймыз. Применить. Окей. Тағы да окейді басамыз. Енді мына терезелердің барлығын жауып тастасақ болады. Файлдардың бәрін өзімізге керекті файлдарымызды өткізіп алдық. Енді флешканы полностью тазалап тастау керек. Енді клавиатурадан Win R кнопкасын бірге басамыз. Мынау выполнить деген терезеге CMD деп ағылшынша әріптермен жазамыз. Енді осы консольге кішігірім командаларды жазу керек. Ағылшынша әріптермен diskpart деп жазамыз. Предупреждающий окнода даны басамыз. Сосын бізде екінші консоль пайда болады. Міне осы жерде осындай diskpart деген жазу шығады. Енді келесі командаларды жаза берсек болады. Бірінші жазамыз list disk деп. Сол кезде бізде компьютерде бар дискілерді көрсетеді. Менің флешкамның памяти 8 гигабайт. Бұл флешка постоянно ең астында тұрады. Мына жерде диск 2-де, яғни 0-ден бастап саналғаннан кейін ол 2 болады. 7600 сондай примерно мегабайт. Значит, ол менің флешкам. Сол 8 гигабайттық флешка. Енді бізге осы флешканы таңдау керек.
Ол үшін select disk командасын жазамыз. Сосын сол дискінің номерін көрсетеміз. Ол бізде диск 2, яғни select disk 2 болады. Мына жерде выбран диск 2 деп шықты. Енді бізге тағы да бір тексеру керек. Ол дискі таңдалды ма? Ол үшін қайтадан list disk командасын жазамыз. Мына жерде бізде диск 2-де басында жұлдызша қойылып тұр. Ол дегеніміз, ендігі біздің жазған команданың бәрі осы диск 2-ге байланысты болады. Енді clean командасын жазамыз, сосын Enter'ды басамыз. Енді бізде мына жерде очистка диска выполнена успешно, яғни диск бізде полностью тазаланды. Енді консольді жаба берсек болады. Төменде орналасқан проводникті басамыз. Мына жерден этот компьютерге апарып мышканың оң жағын басамыз. Сосын мынау списоктен управление деген разделді басамыз. Енді бізге осында управление компьютером деген терезе шығады. Осы жерден мынау тізімнен управление дисками деген разделді басамыз. Осы жерде біздің барлық дискілер бар. Біздегі жаңағы флешканың номері, ол диск 2-ші флешка. Енді мынау не распределена деген жерге мышканың стрелкасына апарып оң жағын басамыз. Сосын создать простой том. Далее басамыз. Тағы да далее. Бұл жерде тоже далее. Мына жерден өздеріңіз білесіздер, NTFS или FAT32 таңдау керек екен. Пока онда тұрған ешқандай разница жоқ. Кейінгі сабақтарда бөлек талқылайтын боламыз. Размер кластера по умолчанию, новый том, быстрое форматирование птичку қоямыз. Далее басамыз. Готово. Енді біздің флешкамыз полностью тазаланды, және новый том создать етілді. Енді мына терезелердің барлығын жауып тастасақ болады. Енді проводникті ашамыз. Этот компьютер. Осы жерде біздің флешкамыз қайтадан жаңа том пайда болды. Енді флешкада ешқандай вирус жоқ, барлық секторлары тазаланды. Енді осы флешкаға жаңағы новый папкада орналасқан өзіміздің файлдарымызды қайтадан өткізіп қойсақ болады. Took a whole day up, trying to get way up. We spent the daylight trying to make things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and play me close. Cause girls like you run around guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Енді соңғы рет флешканы ашып тексеріп көреміз. Мына жерде барлық файлдар тұр, одан кейін ешқандай посторонний ярлыктер және ешқандай жасырын бағдарламалар жоқ. Флешка полностью тазаланды, барлығы дұрыс жұмыс істеп тұр. Видео ұнаса лайк басып коммент қалдырыңыздар, және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар.